Мемлекеттік қызметкерлер үшін кәсіби дайындық деңгейі мен атқаратын лауазымдарына сәйкестігін дәлелдейтін сәт туды. Бүгін республика бойынша Б корпусының өкілдері жаппай аттестациялаудан өтуде бастады. Осы орайда аймақ бойынша алғашқы күні 100 қызметкер біліктілігін сынауда. Айдана Мауленқызы мемлекетіміздің игілігі үшін қызмет етуші азаматтардың сынақ тапсыру орнында болып қайтты. Елбасы жариялаған ұлт жоспарының 15-ші қадамында көзделген мақсат міндеттерді іске асыру мақсатында бүгіннен бастап республика бойынша Б корпусының мемлекеттік қызметкерлерін кешенді тестілеуден өткізу бастау алды. Аймақ бойынша 3000-нан астам қызметкер тестілеуге жіберілсе, сындарлы сынақтың бірінші күнінде 100 қызметкер білімі мен біліктілігін дәлелдеді. Бұл жолғы сынақтың ерекшелігі заңнамаға қатысты сауалдардың болмауы. Оның есесіне мемлекет игілігіне қызмет етуші азаматтардың жұмысты орынды қабілеттілігі басты назарға алынған. Жеке құзыреттерін бағалау мемлекеттік қызметшінің білімін, қабілетін анықтау үшін компьютерлік тест өткізіліп жатыр. Оның бағдарламасында 220 сұрақ, 2 сағат уақыт беріліп жатыр. Сол уақытта мемлекеттік қызметшілер өзінің барлық жан-жақты дамыған жөнінде, қабілеті жөнінде, білімі жөнінде анықтап береді. Арнайы бағдарлама, соның қорытындысы шығарылады, қағаз жүзінде заключение. Ол аттестаттаудан әңгімелесуге өтуге негіз болады. Мемлекеттік қызметкерлердің алаңсыз сынақ тапсыруы қадағалануда. Тестленушілерге электрондық құрылғыларды пайдалануға тыйым салынған. Жеке құзыреттілікті бағалау жөніндегі тестілеу барысында мемлекеттік қызметкерлердің жеке қасиеті мен күйзеліске төзімділігі сыналатын сұрақтар берілген. Бұл жерде ситуациялық сұрақтар келді. Яғни бұл өзің жеке қасиеттерін бағалайтын. Яғни сен өзіңді қандай қызметкер ретінде көресің, яғни соған байланысты өзің белгілі бір жауаптар келеді. Айта кетейік, Б корпусының мемлекеттік қызметкерлерін кешенді тестілеуден өткізуді сәуір айының соңына қарай аяқтау жоспарланған. Айдана Мауленқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.